Бұл жылдам құрылыс құбыжығы. Осы көлік 1000 тонна бетонды қалқаны көтереді. Өзі көпірдің бір шетінен екінші шетіне барып, 40 метрге дейін көтеріп, өзі орналастырады. Тым жылдам көпір салып, бірінші рет теңіз арқылы 350 км сағатына жылдамдықпен жүреді. Онымен қоса осы жерде ғимараттарды 19 күн ішінде салуды үйренді. Госпитальді 10 күнде, кәдімгі үйді тіпті 1 күнде. Жылдам шайтан арбаларды бүткіл әлемді қосалғаны жетпедіндей салып тастаған. Стадиондар, су астындағы жертөлелер 100 км-лік көпір. Тоқта, мен айтқанның бәрін 1 секундқа енгізуге болады. Қалай кедей елден бас құрылысшы саудасы дамыған инвесторға айналды? Неге бұл тек басамасығына? Осылардың не біріктіретінін білесіз бе? Ресейдегі Мичуринский проспект, Эфиопиядағы африкалық штаб-пәтер, Шри-Ланкадағы теңіз порты және Қазақстандағы Ресейдегі жолдар. Олардың бәрін салған, немесе салып жатқан қытайлықтар. Олардың ірі көлемін білу үшін Африкаға қарап көрейік. Қайсысында қытайлықтардың құрылысы жүріп жатыр деп ойлайсыз? Барлығында. Тек мына Қытай СРТ-ден басқасы, яғни кішкене. Енді міне Нигерияға 5 миллиардқа үлкен гидростанция, Африкадағы ең үлкен көпір Мозамбикте қытайлықтардың ақшасына салынуда. 2017 жылы Кенияда 500 километрлік теміржолды 700 метр күніне салды. Таңқаларлығы, Батыс Африка Кабо-Верде аралдарын ден салып тастаған. Қытайлықтар тіпті онда да үйлерді, плотиналарды, стадион, жергілікті парламентті салып тастаған. Айтпақшы, Зимбабведе қытайлықтардың арқасында жаңа парламент салынды. You know Chinese they are skillful. 2003 жылы 2 миллиард 600 миллион доллар табады, ал қазір 25 есе көп. Жыл сайын 50 миллиард доллар. Бірақ неге Қытай? Неге Африкада? Бәрі оңай. Онда ақша жоқ, бірақ мүмкіншілік көп. Нақты сол жерде қытайлықтар күшті болып, Әлемді бағындыруда, бірақ қарусыз. қытайлықтардың құрылысының маңыздылығы. Біріншісі, олар өте тез жасайды. Екіншісі, өте арзан. Ал үшіншісі болса, от души қарыз жасап береді. Енді мысал ретінде айтатын болсам, осындай құрылғылар арқылы жер асты туннельдерін жылдам қазады. Сол баяғы темір жол, метро тағы басқалар. Тіпті таудың ішінде де, онда ауа жетіспесе де жұмыс жасайды. Тіпті теңіз астында да туннель қазуда. Осындай қарқындылықпен бір күнде 10 метрге дейін қазылады. 1 километрге 10 миллион доллар жұмсалады. Бұл арзан. ақш осындай 1 километр туннельді 50 миллион доллар жасайды. Ал Ресейдің өзінде 60 миллионнан 93 миллион долларға дейін барады. Ол жағы түсінікті. Арзан, әрі тез. Бірақ неге қарызға? Десеңіз, 2008 жылы көптеген шетелдіктер ұнататын Шри-Ланка өзінің дамуына ақша салмақшы болады. Бастап порт салуды ойға алады. Алайда өздерінің ақшасы жоқ болғандықтан, шығыспен қарым қатынас онша емес болғандықтан, қуана салып беруге кімдері келсе де, әрине қытайлықтар. Тегін емес проценттермен дамуы және бизнесі алға баспағандықтан реальный қорға кіреді. 1 миллиард доллар қарыз болады. Сүңгеніңізде төлейтін ақша жоқ. Алайда қытайлық бауырларымыз мейірімді ғой. Қарызды кешіріп 99 жылға импортты жалға тегін алды. Шынында да? бекер істеді ме сонда? 2017 жылы Шри-Ланка келісім берді. Яғни айтқанда өзінің жерін кішкентай болса да ұзақ мерзімге басқа елге берді. Approximately 10 nautical miles from the main trade route, positioning it in the ideal location to facilitate trade from the east to the west and vice versa. Айтпақшы, Кениядағы Мамбас портымен дәл сондай болып кетуі мүмкін. Естеріңізде болса темір жол рекордты уақытта өзіңіз білетіндей тегін емес, сол баяғы процентке. Бірақ Кениядағы қарыз 5 миллиард доллар. Бұл тақырып әлі де талқылануда. Менің ойымша, кениялықтар қазақша жауап береді секілді. Биыл ештеңе жоқ. Дым жоқ. Ақша жоқ па? Ақша жоқ. Қытайлықтардың ойы түсінікті секілді. Америка құрама штаттарының бұрынғы президенті Джон Адамс айтқан, елді жолы болудың 2 жолы бар. Біріншісі қылышпен, екіншісі қарызбен. Қытайлықтар тікелей қарыздың секілді. Қалайша Қытай алға қадам басып келеді. Егер есіңізде болса 20-шы ғасырда Жапонияға қызықты экономика, онда экономикалық нағыз жарыс болып жатты. Технологиясымен, құрылысымен, одан кейін бәрі тоқтап қалды. Қазіргі уақытты кейін шегерсек, 40-50 болса тіпті жақсы.
жылдардың аяғы, 20 ғасырдағы Совет одағы бізді барлығы мықты соғылуда, үйлер, метролар. Біздің консультация алуға, үлгі алуға кімдер келеді? Қытайлықтар. Олар өздерінде ғана Пекинде Тунис салмақшы болып оқуға келеді. Болашақта көрсеткендей бүткіл жақсынан бітеді секілді. Ол кездегі шығыстық мобилографтер Қытайға емес, советтік құрылысқа қызықты. The Soviet industrial might has been turned to the biggest housing program in the history of the world. Жалпы ол кезде Қытай жоспарлы экономика, Мао Цзэдунның портреттері, коммунистік жүйе және тағы басқа. Біздің Шығыс Азияда бәрі керемет болып жатты. Мысалға Оңтүстік Корея, Жапония тағы басқа. Онда нағыз экономикалық жарылыс болып жатты. Consistently high growth rate in the world, single figure inflation and just 2% unemployment. Бірақ санға қараңыз, ол бәрін еттіреді. 1980 жылы 70% СССР тұрғындары қалаларда тұрды. Ол шамамен 200 миллион адамдай. Сол жылы 200 миллион қытайлықтар өз жерлерінде қалаларда тұрды. Екеуінің айырмашылығы Совет одағында адам саны 288 миллион болды, ал Қытайда 1 миллиард. Демек 800 миллион адам кедейлер. Олар күннен $2 өмір сүріп, адал емес қара жұмыс істейді. Не деуші еді? Адам жаңа мұнай, ал қытайлықтарда жаңа мұнай толтырды, яғни арзан жұмысшылар. Тек қана оларды ауылдан шығарып, дұрыс жұмысқа салу керек. Сол 1980 жылы жаңа президент Сол кездегі Дэн Сяопин эксперимент жасап көрмекші болады. Оның алдын ол Сингапурде болды. Бәлкім мен ойымша шок болып келген секілді. Онда өмір сүру қандай керемет екен түсініп. Одан кейін менің ең сүйікті оқиғаларымның бірі басталады. Сол кезде қытайлық ауылдар өте қарапайым кедей өмір сүрген. Солардың бірі Шэньчжэнь балықшы ауылы. Түсінген боларсыз, бұл жолы Шэньчжэнь. 40 жыл ішінде қытайлықтардың алтын даласына айналып 12 миллион тұрғынға жетеді. Қалай болды деп нақтырақ білгіңіз келсе, арнаға тіркеліңіз. Жақында Дубай туралы видео болады. Оны мына жерде ссылка. Дэн Сяопин Шэньчжэнь арқылы экономиканы дамыту үшін өзге елдерді өзінің еліне тарта бастады. Сіздердің қаржыларыңызға тікелей тәуелді болды. Ал өзге елдердің ақшасы келу үшін Ақша жоқ. Зато 1 миллиард бар. 2 миллиард бар. Ал сол бай адамдар келу үшін Инвесторларға, мемлекеттің дамуына ақша құйған шетелдік инвесторларға мемлекет пошлиннен, корпоратив налогтан төлемей қойса болады деген заң шығарды. табыс жоқ болса, ештеңе төлемей демала берсең болады. Ал табыс болса, Болды, 5 жыл демала бер, ал біз күте тұрамыз. онда біраз нәрсе арзандатылу арқылы түрлі қақпандар болды. Екіншісі, Шэньчжэньде жасалған заттар тікелей экспортқа кетеді. Қалай тұршы? Мықты валюта үшін. үшінші Шэньчжэньде бекет таңдаған жоқ. Сорында бұда қытайлықтардан сұраңыз. Жолай Тайвань мен Гонконг экономикалық түтіндер алып аспан ашуда. Ал қытайлықтар болса, дәл сол құйрықтың артынан елесіп кетеді. Осылайша Шэньчжэнь әр жыл сайын 40 жыл ішінде 20% табыс қосып отырады. 40 миллион доллардан 400 миллиард долларға дейін барады. Вау. Бұл жерге технологияның құрылысы не қатысы бар? Қараңыз. СССРге қытайлықтар не үшін келген есіңізге түсіріңіз. Әрине білім алу үшін. Ал бұл жерде ешқайда кетудің қажеті жоқ. Керісінше құрылысшылардың өзі келіп, шетелдіктер ақшаны да технология білімінде алып келеді. Мысалы деймін, пікір бар. 2005 жылы Қытайдың бір кемшілігі бар еді. Қалалар арасы тым алыс. Ал тез қатынау қолдан келмейді. Тіпті өздерінің мықты шайтан арбалары да жоқ еді. Иә, бар, бірақ олар өте ескі әрі қауіпті секілді. Сонда қытайлықтар одан да жасап көрген шетелдіктерден сатып аламыз. Тек сатып алмаймыз, өзімізге алып аламыз. Біздің дамуымыз басқа экономикаға ғана пайдасы жоқ деген екен. Ты только пойми, что бывают расклады, когда ты играешь, а бывает наоборот, когда играют тебя. 17 жыл ішінде жылдам шайтан арбаларға 300 миллиард доллар қаржы құйды. Бұл шығын бүткіл Орта Азияның ВВП-сін қосқанда да жетпейтін қаржы. Қытай нөлден бастап 40 000 километр жылдам шайтан арбалар жүретін жолдарды салып тастаған. Бұл бүткіл әлемді қосалғанда жетпейтін жолдар. Түрлі өздерінің жасаған шайтан арбалары бар. Мысалы CRH 300. Оқтай ұшатын 350 км сағатына жүретін шайтан арба. Бері қараңыз,
қытайлықтар оны өздері жасаған жоқ. Германдық Siemens пен Bombardier, жапондық Hitachi мен бірге жасаған. Бәйде бәрі жасаған. Қазір қалаларын жазуым мүмкін. Және де еш қысылмай жаза беріңіздер. Бұл инвестиция түк пайда әкелген жоқ. Әкелмейді де. Ха-ха. Деуіңіз мүмкін. Сөз салыстырмаймын. Бірақ бұл өз елінің көркемділігіне салған шығын. Өз еліне салған шығын ешқашан өтекке кетпейді. Бұл шығындар үлкен дамуға келіп соқты. Және шетелге атаға шығу да, тіпті шықты да. Мысалы құрылыспен. Мысалы, үлкен ғимараттар. Қытайлықтар оны жақсы көреді. Соңғы 30 жылдың ішінде Қытай ақш 20 ғасырдан бері салып жатқандай үлкен ғимараттарды салып тастаған. Әлемдегі ең үлкен ғимараттарды көрсең, жартысы Қытайдікі. Енді бұл тізімге қарасақ, 50 ұзын ғимараттар көп, қалаларды басқалармен салыстырсақ, жартысы Қытайдікі. Иә, бұл енді түсінікті. Бүткіл адамзат тарихында тек қолдан келгенше ұзын ғимараттарды салуға тырысқан. Бұндай мүмкіндіктер келсе, толықтай максималды көрсетуге Әр тырысты. қытайлық мегаполистің өзінің рекордсмені бар. Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Тяньцзин, және де Пекин. Шэньчжэнь қаласында 8 миллион адам тұратын жерде 57 қабатты ғимараттар салып тастаған. Кімде-кім білмесе, 19 күн ішінде салған. Одан 10 жыл бұрын 30 этажды үйді 15 күн ішінде салған. Осындай құрылыстың мағынасы бетон керек емес. Қалғандарын роботтар зауытта жасайды. Тек лего ұқсатып желе Бұндай салса металлды болды. каркастармен әлемдегі ең ұзын ғимаратта салмақшы болған. 220 этажда. Бар жоғы 90 күнде. Фундамент құюды санамағанда, олай болса 210 күн болар. Бірақ бәрібір тез. Үлкен ғимараттарда салуда бағатықты. 500 метрден жоғары салу болмайды, ал кейбір жерлерде Кішкентай қалаларда мүлдем 250 метрден асуға болмайды. Тіпті кейбір жерде 100 метрден де кем. Неге осындай миллиард адам тұратын жерде ірін қысқартқан? ал мына ғимараттан қалай ұзарып тұрған қараңыз. Адамдар бұдан қашуда. Сонымен, кім ұзын салады деген жарыс қауіпсіздіктің бұзылуына әкеліп соқты. Екінші, енді ойланып көріңіз. Осы 40 жыл тоқтамай дамудың арқасында адамдар дамымады ма? Қытайда 100 миллион адам тез байып кетті. Соның арқасында адамдар ыңғайлы, жасыл әрі бастысы қауіпсіз жерде тұрғысы келеді. Бұндай алда әйнекті үйде емес. Бірақ қазір ондай жағдай емес. Бәрі өзгерді. Кедей ауылдардан келген қалай айтушы еді, жақсы өмір үшін қалаға келген адамдар емес, бәріне келісе беретін. Енді олар ақшасы бар, өздерінің технологиясы да. Қазір Африкаға оралсақ, Қытай экономикалық жағдайда политикалық жағдайға айналдырып отыр. Кедей елдер мығы көршілерден ұтылмас үшін оларға технология керек, инфраструктура, ол үшін бәрін салу керек. Ал бұл жерде Қытай жылдам, арзан әрі қарызға да салып береді. Кімде-кім тәуекелге барса, Тәуекелге баратын болса, жаңа Кения, Шри-Ланка, немесе Эквадор болады. Бірақ неге Эквадор? бірнеше жыл бұрын қытайлықтар Эквадорға гидростанция салып береді. Бірақ біраз уақыттан кейін ол жартылай жарылып, өзен астындағы ауыл қара жұмысшылары қайта су астына кетеді. Ал кредит болса 1 миллиард 400 миллион доллар. Әр жыл сайын Эквадор тек процент үшін 125 миллион доллар төлеуі керек. Басқа да ірі кредиттер елдің 80% мұнайын қытайлықтарға беруге мәжбүр. Ал енді достар, Қытайдың даналығы. Бұл цифр қайдан шығып отыр десеңіз, Африкаға қараңыз. Қытай Африка мемлекеттеріне 300 миллиард доллар салады. Бірақ көптеген зауыттар, фабрикалар, жолдар, темір жолдар, порттар қытайлықтардың ақшасына салынған. Қарыз ретінде табыс қытайлықтарға қалады. Онда миллион қытайлықтар жұмыс істейді. Бұндай жақсылық сол жердің ақшасына салынады. Егер ол жердегі адамдар жұмыс істесе, тек тиынға ғана. Бұл экспансия әлі де дөңгелетіледі. Себебі Қытайдың табиғи байлықтары таусылуда. Ал 65% халқы қалаларда өмір сүреді. Тап бір 80 жылдағы Совет одағы Қытай. Біздің еліміз мықты әрі ыңғайлы жағдайда тұрды. Колхозшы мен жұмысшыға сәл жол сілтегенде бізде солар ұқсап дамырмай едік. Қара жұмысшыларды алып, өнеркәсіпке салды. Егер соңғы соғыс жылдарын алмағанда 28-60 жылдары Совет одағы экономикасы жыл сайын 6%-ға өсті. Ол кездегі әлем рекорды болды. Шында да ол кезде супер технологиялар жасалған жоқ. Бәрі де ақыл арқылы, ресурстарды дұрыс пайдалану арқылы, мемлекеттің қаржысынан зауыттар мен фабрикаларды дұрыс жасау арқылы, дұрыс басшылар арқылы дамыды. Бірақ қытайлықтар да соны жасауда.
технологияға, құрылысқа, ел ішіне инвестиция салуда, адам сенгіз ақылдылықпен өзінен әлсіз елдерді үңгейтуде. Сондықтан да мықты болыңдар. Ойларыңды дамытыңдар. Арнаға тіркеліп лайк басыңдар. Хош, сау болыңыздар.